оқушылар, химия пәнінің мұғалімі Болатқызы Салтанат. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз атомдық орбитальдар. Сабағымыздың оқу мақсаттары минимум энергия принципі, Паули принципі, Хунт ережесі, Кличковский ережелері, электрондық орбитальдардың толтырылу принциптері. Сабағымыздың мақсаты Паули принципі, Хунт ережесі, Кличковский ережелері қолданып электрондық орбитальдардың толтыру принципін түсіну. Бүгінгі сабағымыздың бағалау критерийлері Паули принципі, Хунт ережесін, Кличковский ережесін пайдаланып электрондық орбитальдардың толтырылу принципін қолдана аламыз. Паули ұстанымы немесе принципі 1925 жылы Швейцария ғалымы Паули атомдардың спектрлерін зерттей келіп, мынадай ереже немесе принцип ұсынды. Атомда 4 квант сандарының мәні бірдей болатын 2 электрон болмайды. Мысалы, гелий атомында 2 электрон бар, оның екінші электронын квант сандарымен сипаттап көрелік. N тең 1, L тең 0, ML тең 0, MS тең 2-ден 1 минус сағат тіліне қарсы бағытта қозғалады. Түсіндірмесі: бірінші энергетикалық деңгейде орналасқан электрон бұлты шар тәрізді және ол кеңістікте бір ғана тәсілмен орналасады, сағат тіліне қарсы бағытта. Хунт ережесі: бір деңгейшеде орналасқан электрондардың спин квант сандарының қосындысы максимал болуы шарт. Ол үшін электрондар деңгейшеде алдымен бір-бірден, соңынан жұптаса орналасады. Бір орбитальда спиндері қарама-қарсы бағытталған 2 электрон ғана орналаса алады. Атомдағы электрондардың энергетикалық деңгейлер мен деңгейшелерде орналасуы Кличковскийдің ережелеріне бағынады. Атомның электрондары оның деңгейлері мен деңгейшелерінде бас және орбиталь квант сандарының қосындысының өсу ретімен орналасады. Ал егер екі деңгейше үшін n+1-дің мәні бірдей болса, онда электрон алдымен L-дің мәні үлкен деңгейшеде орналасады. Мысалы, 3d мен 4s орбитальдарындағы электрондар үшін 4s 4 қосылған 0 тең 4 және 3d 3 қосылған 2 тең 5 екенін біле отырып, алғашқысының энергиясы соңғысынан кішірек екенін, егер n мен l-дің қосындысы бірдей мәнге ие болса, энергия бас квант санының мәніне тәуелді болады. Мысалы, 3d мен 4p үшін қосынды екеуі де бірдей 5-ке тең, бірақ 3d орбитальдың энергиясы 4p мен салыстырғанда аздау, өйткені біріншісінде n тең 3-те, екіншісінде n тең 4-ке. Орбитальдар энергиясының өсу қатары мына слайдымызда көрсетілген. Яғни бірінші 1s толтырылады, одан кейін 2s, одан кейін 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f және 6d деңгейшелері толтырылады екен. Оны мына суреттен көре аламыз. Сутек атомының 1s орбитальда орналасқан бір ғана электроны бар. 1s1 белгілеуі s орбиталь бірінші деңгейде орналасқан және 1 электроннан тұрады дегенді білдіреді. Электрондардың орбитальдарда орналасуы әдетте кванттық ұяшықтар арқылы көрсетіледі. Онда орбитальдар ұяшықтар ретінде, ал электрондар бағдарша ретінде беріледі. Бағдарша жоғарыға бағытталғандықтан квант сандарының жиыны 1, 0, 0 және +2-ден 1 болады. 1, 0, 0 және -2-ден 1 сандарынан тұратын квант сандарының жиыны да болады. Себебі орбитальдағы жалғыз электронның сәйкесінше сағат тілімен бағыттас немесе қарсы айналуына байланысты бағдаршасы жоғары немесе төменде бағытталуы мүмкін. Гелий атомында 2 электрон бар. Олардың екеуде 1s орбитальда орналасқан. Паулидің принципі орындалу керек болғандықтан, 2 электронда бірде квант сандарының жиынымен сипатталуы мүмкін емес. Яғни олардың біреуі үшін квант сандарының жиыны 1, 0, 0 және +2-ден 1, ал екіншісі үшін 1, 0, 0 және -2-ден 1 болады. Сандар жиынындағы алғашқы 3 сан 1s орбитальды сипаттайды. Ал 4-ші сан гелийдің 2 1s электронының қарама-қарсы бағытталған спиндері бар екенін көрсетеді. Электронның спин квант саны +2-ден 1 немесе -2-ден 1 мәндеріне ғана ие бола алатындықтан, бір атомдық орбитальда тек 2 электрон орналасады.
және олардың спиндері қарама-қарсы бағытталуы керек. Бұл жағдайда олардың спиндерін жұптасқан дейміз. Ал енді оқушылар бүгінгі сабағымыздың бекіту тапсырмаларына назар аударайық. Атомның электрондық формуласы берілген, ол қай элементке сәйкес келеді? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1. Әрине, дұрыс таптыңыздар, ол Б жауабы калий элементі. Бірінші тапсырмадағы жауабындағы элемент атомның квант сандарын анықта. Бағалау критерийіміз электрондық формуласы бойынша элемент атомын анықтайды, сол элементтің квант сандарын жазалады. Екінші тапсырмамыз true or false. Әрбір электрондық қабат тек бір s орбитальдан тұрады. True, дұрыс. n тең 2 болатын электрондық қабатта бір s орбиталь және 5 d орбиталь болады. False, жарайсыздар. n тең 3 болатын электрондық қабат жалпы саны 9 болатын 3 түрлі орбитальдан тұрады. True, дұрыс. d орбитальдар n бірден үлкен болатын электрондық қабаттарда болады. False, әрине. Энергиялары бірдей болатын 7 f орбиталь бар. True, дұрыс. F орбитальдар тек қана n тең 4 болатын электрондық қабаттарда болады. Оқушылар, бүгінгі үй тапсырмамыз 10-шы сынып химия оқулығы 6-шы параграф атомдық орбитальдар нөмірі 9-шы, 10-шы, 11-шы тапсырмалар. Назарларыңызға рахмет. Келесі көріскенше күн жақсы болғай.